Сәлем достар, қалдарыңыз қалай? Біз уже негізі Дубайдамыз. Маған бұл видеоны озвучка жасап салуға вообще мүмкіндік болған жоқ қой. Қазір енді Дубайда отырып озвучка жасап сіздерге салып жатырмын. Дубайға 2 күн қалған кезде біз Шымкентке келіп, жолдасымыз екеуміз киінуге келгенбіз. Бірінші осы турагентствомызға келіп, документтерімізді алып, билеттерімізді алып кеттік. Сосын кейін киінуге Дур плазаға, Рахима плазаға, Шымкент плазаны аралап, жақсылап күшті киімдер алдық. Негізі демалудың өзі кәдімгі жұмыс екен ғой. Бір апта алдын дайындала бастадық. Шаршап күнде Шымкентке барамыз, Сарыағаштан киім аралаймыз, заттарымызды түгелдейміз, чемодан, анау мынау деген сияқты. Негізі бір апта алдын қалай дайындалғанымыздың барлығын досконально видеоға түсіріп саламын деген қаяқтан вообще уақыт болған жоқ. Біз негізі от до дайындалдық қой. Бірінші кезекте біз денсаулығымызды тексертіп, ойға барған кейін ауырып, бір жерімізден бір нәрсе шығып тұрмасын деп, бірінші врачтардың бәрінен көріп, консультация алып, тексеріліп алдық. Сосын кейін тісімізді істеттік. Негізі Дубайға барамыз деген сылтауменен көп нәрсені тындырып алдық. Сосын кейін бала-шағамды тастап кететін адамыз дедім. Негізі нянямызға тастап кетеміз деп дайындалған едік. Бірақ аяқ астынан нянямыз Алматыға кететін болып қалып, сосын кейін ата-енеме попросить етуге тура келді. Сосын кейін ата-енем де негізі күшті, жақсы адамдар сразу келсе кетті. Жарайды, онда бопты, сенің үйіңе барып тұра қоямыз. Бір апта бойы асықпай барып, уайымдамай демалып қайтыңдар деп ақ баталарын беріп шығарып салды. Мен видеоларымда ата-енем туралы вообще айтпаған екенмін. Негізі ата-енем үлкен кісілер болғанменен, уже пенсионер кісілер ғой, бірақ современный, орысша, кәдімгі барлық нәрсені дұрыс қабылдайтын адамдар. Мен өзімнің бала-шағамды үйімді тастап кететін адамыз деп уайымдап жүрсем, Бекзат өзінің жұмысын уайымдап, тастап кететін адам дайындап. Негізі бір нәрсені бастап жатсақ, бір нәрсе істейін деп жатсақ, бір өзгеріс өміріңе әкелейін деп жатсаң, көп андай сынақтар бола бастайды. Мысалға бізде осы Дубайға дайындалып жатқан кезінде кезек балдарым ауырып, көп кедергілер шықты, бірақ біз сабырмен қарап барлығын оңтайлы шешімін табуға тырыстық. Сосын менің күйеуім негізі киім кигенде өте капризный адам. Анау заттар ұнай бермейді, маған сияқты емес. Маған ұнады ма, ақшасы арзан болса да, қымбат болса да, оны ештеңесіне қарамаймын, ала салам. Ал күйеуіме анау арзан заттар үстіне жараса қоймайды ғой. Шымкент плазаға келген кезде бір ұрысып алдық. Ой, сен де бір деп шығам ғой, мен сразу. Мен өйтіп ұзақ киінбеймін ғой деп мен оған сөйлеп, азаннан сағат 4-ке дейін ештеңе таппадық. 4-тен кейін табыла бастады ғой заттары ше. Бір күн бойы екеуміз полный киінеміз деп келгенбіз. Короче, тек қана күйеуім сол күні киініп қайтты. Ертесіне тағы да келдім ғой өзім. Алғашқы рет шетелге шығайын деп тұрған екен, бізге барлық нәрсе қызық болып жатыр да. Ананы новый алғым келеді, мынаны новый алғым келеді. Кәдімгі туристер ұқсап барайықшы, өзінше болып тек қоясың ғой. Біз ғана ма сөйтіп дайындалатын, или барлығы сөйтіп дайындала ма? Қызық болып жатыр ше. Ал сіздер қай елге барып үлгердіңіздер? Комментарийға жаза кетіңіздер. Келесі қайсы елге қыдыруды совет бересіздер? Комментарийға жаза кетіңіздер. Келесі жолы міндетті түрде баруға тырысамын сол елге. Ендігі жылы бала-шағамен шетелге шығамын деген ниет қойған едім, арман қойған едім, мақсат. Бірақ ол арманымнан, мақсатымнан айнып жатырмын. Уже кеше самолетта ана бала-шағамен қиналған адамдарды көріп, олай қиналғым келмейді мен деп жатырмын да. Ал енді сіздерге бір сұрақ. Сіздерге ценасы қызық па? Турды қанша теңгеге алдық? Қанша адам болып келдік? Одан кейін ішіне не кіреді? Қанша теңгеге киім алдық? Қанша теңге дайындалдық? Общий қанша теңге кетті деген сияқты. Қызық болса, комментарийға қызық деп жаза кетіңіздер. Келесі видеода полный цифраларменен айтатын боламын.